Сәлем достар. Неліктен көкжиек адам денсаулығына пайдалы? Көкжиек туралы айтатын болсақ, олар әдетте бұл жидектің көзге пайдасын білдіреді. Шынында өсімдіктің жидектері мен жапырақтарындағы антоцианиндер біздің көру қабілетімізге жақсы әсер етеді. Көзге жоғары жүктемелерге төтеп беруге көмектеседі, торды жаңартады, көру органдарындағы қанның қозғалысын жақсартады және оның өткірлігін арттырады. Сіз білесіз бе, көкжидектің көру қабілетін тез қалпына келтіру және барлық көз ауруларын емдеу қабілеті әлі күнге дейін миф. Жидекті профилактикалық мақсатта пайдалану жақсы, бірақ оның көз әсері бірден пайда болмайтынын есте ұстаған жөн. Көкжидек тек тұрақты пайдалану арқылы көру үшін дәрі ретінде әрекет етеді. Сіз бір шелек жидекті бір рет жегеннен жақсырақ көре алмайсыз. Көптеген басқа жидектер сияқты көкжидек тамаша антиоксидант болып табылады. Олар қабынуды тоқтатуға және зиянды микрофлораны өлтіруге қабілетті. Соның арқасында олар тек суық жеуге ғана емес, сонымен қатар асқазан ішек жолдарының проблемаларына, атап айтқанда колитке байланысты қолданылады. Сонымен қатар ол бауырдың, өт қабының, сондай-ақ жүрек тамыр жүйесінің жұмысына пайдалы әсер етеді. Көкжидектерді үнемі тұтыну денеден шығарылуына ықпал етеді.